выдвинулся среди ряда других государств, даже постсоветского, не только постсоветского, Восточной Европе, Азии и так далее. Это удавалось великим трудом нашего поколения, каждодневной работой нашего поколения. И наши дети, наша молодежь должна подхватить эту эстафету. Государство открыло перед молодежью, новым поколением все двери, все пути для образования, для работы. Нурлы жол – вот где можно приложить усилия, развернуться нашей креативной, динамичной молодежи. Каждому найти свое место. В следующем году мы торжественно отметим 20-летие принятия Конституции нашей страны и Ассамблеи народа Казахстана. Мы отметим эти даты. Отмечая их, нам важно сделать казахстанцев еще более сильными в духовном плане, едиными, еще более толерантными. Я убежден, что на новом ответственном витке истории обретет новое звучание, более глубокий смысл, главный принцип – Казахстан только вперед. Я от души желаю всем нам успехов в решении новых вершин и задач, которые поднимут на большую высоту нашу Родину, Республику Казахстан. Поможет выйти из кризисного периода, а кризисы долго не бывает, как известно, может быть 2, может 3 года, может 5 лет. Это поможет нам пройти, не снизит пенсии, не снизит заработные платы. Может быть, в этот период мы увеличивать не сможем, но будем увеличивать потом, но зато мы сохраним то, что у нас есть, и страна будет развиваться. Қадірлі халқым, бізге артып отырған сіздердің келешектегі міндеттеріңізді орындау үшін мен осы жолдауды жариялап отырмын. Біздің жалпы ұлттық идеямыз мәңгілік елді басты бағдар етіп, тәуелсіздігіміздің даму даңғылын нұрлы жолға айналдырмақ біздің мақсатымыз бар. Қажырлы еңбекті қажет ететін, келешегі кемел, нұрлы жолда бірлігімізді бекемдеп, аянбай тер төгуіміз қажет. Мәңгілік ел, елдің біріктіруші күші, ешқашан таусылмас қуаттың көзі. Ол Қазақстан 2050 стратегиясының ғана емес, 21 ғасырдағы Қазақстан мемлекетінің мызғымас идеялық тұғыры болып саналады. Жаңа қазақстандық патриотизм дегеніміздің өзі мәңгілік ел. Ол барша Қазақстан қоғамының осындай ұлы құндылығы. Өткен тарихымызға тағзымда, бүгінгі бақытымызға мақтанышта, гүлденген келешекке сенімде, мәңгілік ел деген құдіретті ұғымға сүйіп тұрған жоқ па? Отанды сүю, бабалардан мирас болған ұлы мұраны қадірлеу, оны көздің қарашығындай сақтау, өз үлесімізді қосып дамыту, және кейінгі ұрпаққа аманат етіп табыстау деген сөз. Барша қазақстандардың жұмысының түпкі мәні де осы болып табылады. Егер ойлайтын болсақ, мәңгілік ел идеясының бастауы тым тереңде жатыр, тарихтың тұңғиығында жатыр. Осыдан 13 ғасыр бұрын Тоныге Қабыс бабамыз түркі жұртының мұраты мәңгілік ел деп өсиет айтып қалдырған екен. Бұл біздің жалпы ұлттық идеямыз, мемлекетіміздің тамыры сияқты көне тарихтан бастау алатын көрсетеді. Жалпы ұлттық идеяның өміршең ететін елдің бірлігі, ауызбіршілік қашқан, алауыздылық тасқан жерде ешқандай жалпы ұлттық идеялар жүзеге асқан емес, табысқа жеткен емес. Қазақстаннан шыққан шыңы мен бағындырған биіктердің ең басты себебі біздің бірлігіміздің, біздің берекеміз. Біз тұрақтылықты бағалай білгендігіміздің арқасында бүгінгі табыстарға жетіп отырмыз. Ешкімді кемсітпей, ешкімнің тілі мен ділін мансұқтамай, барлық азаматтарға тең мүмкіндік беру арқылы тұрақтылықты нығайтып келеміз, солай да жүруіміз керек.
Біздің кейінгі ұрпаққа аманаттар ең басты байлығымыз ел бірлігі болуы қажет. Осынау жалпыұлттық құндылықты біз әрбір жастың бойына сіңіре білуге тиіспіз. 2015 жыл ұлттық тарихымызды ұлықтау, бүгінгі биіктерімізді бағалау тұрғысынан мерейлі белестер жылы деп есептеу керек. Қазақ хандығының басшысы болған 550 жылдығын біз халықтың ассамблеясының конституциямыздың 20 жылдығын, ұлы жеңістің 70 жылдығын келесі жылы атап өтетін боламыз. Осынау тарихи белестер жаңа қазақстандық патриотизмді ұрпақ жадына сіңіруге айрықша рөлге ие. Біз 2015 жылды Қазақстан Халық Ассамблеясы жылы деп жарияладық. Елдің тұтастығы мен бірлік, татулығы мен тыныштығы ең басты назарда. 2015 год мы объявили годом Ассамблеи народа Казахстана. По всей стране, по всем областям, городам, районам и весям мы должны провести, что 20 лет ассамблеи, 20 лет единства, 20 лет стабильности, 20 лет толерантности, мудрости нашего народа мы смогли достичь того, чем мы сейчас хвалимся, чем гордимся. То есть продолжить эту работу, разъяснить всем казахстанцам, каждому, что это наше золотое достояние, наш долг нашей партии. Ел бірлігі біздің барша табыстарымыздың кілті болып саналады. Тұрақты дамудың қазақстандық моделі бүгінде бүкіл әлемге үлгі, бізден үйренгісі келеді. Тәуелсіздігіміздің 25 жылдық мерейтойы 2016 жылы болайын деп тұр. Және халықаралық Экспо 2017 көрмесі бұл екі үлкен белес. 2017 Экспо біздің астанамыздың түрін мүлде өзгертеді. Басқа қала болады. Бұдан да гүлденген, бұдан да өркендеген. Осыларды табысты өткізу біздің алдымыздағы міндет болып тұр. Бұл да еліміздің әлеуетін әлемге паш ететін уақиғалар болады. Ұлы жолдағы сапарымыз сәтті, болашағымыз жарқын болсын. Баршамызға осы бүгінгі жариялаған нұрлы жол жолдауын жүзеге асыруда үлкен табыстар тілеймін. Мы из центра должны выступить организующие, мобилизующие силы в осуществлении объявленной мной программы. Это в интересах каждого, каждый должен быть заинтересован. И наше правительство, и акиматы областей, и парламент, и все структуры партии, все, кто здесь находится, все граждане Казахстана должны как единые взяться за эту работу, осуществить его и потом сказать, что мы сделали великое дело для нашего народа, который заслуживает всех тех усилий, которые мы хотим приложить. Желаю всем вам крепкого здоровья, успехов в этой нашей общей работе.